Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы геоэкономиканың зерттеу пәні мен өзектілігі. Геоэкономика бізде елдер мен аймақтардың экономикалық даму үдерістерін, халықаралық құрылымдар, экономикалық қатынастарды, геосаяси жағдайдың экономика ықпалын зерттейді. Геоэкономиканың зерттеу пәні мынадай басты факторларды қамтиды: географиялық жағдайлар, экономикалық қуаттылық, бәсекеге қабілеттілік және саясат пен экономика. Географиялық жағдайлар жалпы экономика мен кеңістіктің үйлесімді байланысы, табиғат ерекшеліктерінің, шаруашылық әрекетінің түрлері. Экономикалық қуаттылық халықаралық күштер әрекетінің саяси саладан экономикалық кеңістікке ығысуы, яғни осы арқылы ғаламдық геоэкономикалық шиеленістердің туындауы. Бәсекеге қабілеттілік бұл бізде экономиканың жаһандануы және құрылымдық өзгерістері жайында мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігін арттыру саясаты мен стратегиясы. Саясат пен экономика халықаралық қатынастар саласында саясат пен экономиканың тоғысуы, ғаламдық басқару және стратегиялар. Яғни бұл атап өткендеріміздің барлығы геоэкономиканың зерттеу салалары болып саналады. Геоэкономиканың негізгі зерттеу міндеттері: экономикалық көрсеткіштер арқылы ғаламдық әлемді танып білу, ғаламдық экономикалық кеңістіктегі экономикалық қатынастар жүйесін талдау, ұлттық экономикалар мен халықаралық экономикалық құрылымдардың өзара байланыстарын зерттеу, экономикалық факторлардың мемлекеттер саясатына алғышарт болатындығы жөнінде негіздеме жасау, мемлекеттердің әлемдік нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында экономикалық стратегиясын негіздеу. Мемлекеттердің бәсекеге қабілеттілігін, мүмкіндіктерін зерттеуде экономика ғана емес, сонымен қоса глобалистика, әлеуметтік және саяси география саласындағы білім де ұштастырылады. Саясат пен экономиканың өзара байланыстарын кешенді зерттеу ғаламдық басқару мен стратегияларды негіздеуге мүмкіндік береді. Бізде геоэкономикалық стратегия ұғымы бар, яғни бұл геоэкономикалық технологиялар көмегімен әлемдік нарықта экономикалық мақсаттарға қол жеткізу және болуы мүмкін жанжалдардың алдын алу жоспары болып саналады. Геоэкономиканың міндеттерінің жүзеге асуы бойынша: біріншісі, жалпы экономикалық көрсеткіштер арқылы ғаламдық әлемді қалай жүзеге асыруға болады. Елдер мен аумақтардың экономикалық көрсеткіштерін, жалпы жиынтық ішкі өнімнің жалпы және жан басына шаққандағы көлемі, шетелдік тікелей инвестициялар және тағы да басқа сандық, сапалық тұрғыда талдау арқылы ғаламдық үдерістер белгілі бір индикаторлар бойынша әлемдік экономикадағы күшті және әлсіз ойыншылар, яғни мемлекеттер анықталады. Ғаламдық экономикалық кеңістіктегі экономикалық қатынастар жүйесін талдау. Бұл елдер мен аумақтардың өзара экономикалық қатынастарының түрлері, олардың ерекшеліктері сандық, сапалық тұрғыда талданады. Ұлттық экономикалардың ғаламдық деңгейдегі экономикалық ұйымдармен байланыстарының сипаты, ауқымы талданады. Экономикалық факторлардың мемлекеттік саясатына ықпалын талдау. Яғни мемлекет саясатына ықпал ететін нақты экономикалық факторларды талдау негізінде геосаяси басымдылыққа қол жеткізудің мүмкіндіктері анықталады. Мемлекеттің экономикалық стратегиясын негіздеу мемлекеттің әлемдік нарықтағы бәсекеге қабілеттілігіне жалпы ықпал ететін экономикалық факторларды талдау, басымдылықтарды анықтау арқылы экономикалық стратегия негізделеді. Жалпы бұл бізде геоэкономиканың мақсаты және белгілі міндеттері бойынша тоқталдық. Ендеше тапсырма: саясат пен экономиканы байланыстыра отырып, жалпы саясатқа экономиканың әсерін талдау. Яғни сендерге берілетін тапсырма: Ресей Федерациясының геоэкономикалық жағдайына тоқталу. Ресейдің геоэкономикалық жағдайының күшті жақтарын және әлсіз жақтарын жіктейміз.